Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Наурыз мерекесінің қарсаңында дәл осындай шелпек бауырсақтың рецептімен бөліскім келеді. Бауырсақ ұзаққа дейін өзінің жұмсақтығын сақтайды, өте дәмді болып шығады. Сонымен дайындауды бастаймыз. Бізге қажет заттар: су, сүт, ұн, қант, тұз, бір жұмыртқа, майонез және дрожж. Ыдысымызға жылы сүтімізді және жылы суымызды құйып аламыз. Сосын оның үстіне тұзымызды және қантымызды саламыз. Майонезімізді қосамыз. Және бір жұмыртқамызды да салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң дрожжімізді қосып, қолымызбен осылай толықтай араластырып алып, сосын қамырымызды илейтін боламыз. Ұнымызды екі бөліп салып аламыз. Және қамыр илегенде қатты жұмсақ қылудың қажеті жоқ. Құрамында майонез болғандықтан кейін бауырсақтарымыз жұмсақ болып пісетін болады. Егер қамырды жұмсақ қылып илеп қоятын болсаңыздар, шелпек жасау барысында кішкене қиындау болады. Сондықтан осындағы мөлшердегі қамыр бойынша илеп, осында қамыр илейміз және ашығанша жылы жерге 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Міне қамыр көтеріліп шықты. Енді бауырсақтарымызды жасауға кірісеміз. Бауырсақты жасайтын орнымызға кішкене ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз. Және бөліктерге бөліп аламыз. Мен 7 шелпек және бауырсақтар жасаймын. 7-ге бөлдім және қалған қамырды 2 бөлікке бөлдім. Осылай бөліп алған соң кішкене дөңгелетіп илеп аламыз. Жеті шелпектің және бауырсақтардың қамыры дай болған соң бетін жауып тындырып қоямыз. Ал енді шелпектерімізді жайып шығамыз. Шелпегімізді жайып жатқан кезде бір жақтан отқа майымызды қойып қоямыз. Үлкендеу ыдысқа көбірек май құйып қыздыра береміз. Шелпектерімізді жайып болғанша майымыз да қызып қалады. Осылай қызып тұрған майда шелпектерімізді және бауырсақтарымызды толықтай пісіріп аламыз. Қамырдың құрамында қант болғандықтан тез қызарып шығады. Сол үшін жылдам пісіріп аламыз. Міне 7 шелпегіміз бен бауырсақтарымыз пісіп шықты. Қып-қызыл әрі өте дәмді болып шыққан. Барлықтарыңыз осы рецептпен жасап көріңіздер, керемет шығады. Ас болсын. Осы видеомды толық қараған болсаңыздар және ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.